Қалайсыздар, міне 23-ші сабаққа да келдік. Бұл 23-ші сабақта біз көп өткен сабақтарды қайталайтын боламыз. Бұрынғы осы көбінесе сол көмектескіш етістіктер, көмектескіш сондай сөздер бар. Am, is, are деген, have деген, be етістігі, have деген, do деген. Осылардың өткен шағын және осы шағын қарап шығатын боламыз. Бұл сабақтардың барлығы негізі алдыңғы сабақтарда өтті. Біз бұл Essential Grammar English деген кітап бойынша сабақтар өтіп жатырық. Ішінде 100-ден есе көп сабақтар бар. Қазір біз 23-ші сабаққа келдік. Осы 23-ші сабақта өткен сабақтарды жинақтап қарайтын боламыз. Be етістігі. Be деген ол be'дің ішінде бұрында айтып кеткендей am, is, are, was, were деген сөздер бар, етістіктер бар. Яғни am, is, are деген ол осы шаққа қолданады, was, were деген өткен шаққа қолданады. Және осы am, is, are'дан кейін in қосылған етістік келетін болса, мысалы cleaning, walking деген сияқты, онда бұл present continuous деген ереже. Яғни бір нәрсені дәл қазір істеп жатқан болсаңыз, сол процесте болсаңыз, онда осы ережемен қолданып сөйлейтін боласыз. Мысалдарын қарап көрейік. Please be quiet. Өтініш, тыныш. I'm working. Мен жұмыс жасап отырмын. I'm working. Міне, мен қазір жұмыс жасап отырмын. Мен жұмыс жасау процесіндамын. It isn't raining at the moment. Қазір, at the moment, it isn't raining. Жаңбыр жауып тұрған жоқ. Қазір жаңбыр жауып тұрған жоқ. What are you doing this evening? Бүгін кеште сен, осы кеште сен не істеп жатсың? What are you doing? What are you doing? Қазір не істеп жатсың, мысалы, деп айтсақ. Енді was, were деген ол өткен шаққа бізді қайтарады. Өткен шаққа. Сол ing етістігін қосумен. Мысалға қарап көрейік. I was working when she arrived. Ол келген кезде мен жұмыс жасап отырдым. Өткен шақта бір жағдай, бір нәрсе болып, сол болып жатқан жағдайдың ішінде біреу бір нәрсе істеп жатса, сол жағдайдың ішінде бір процесс болып жатса, сол процессті біз осы past continuous'пен қолданатын боламыз. Мына жерде де I was working, мен жұмыс жасап отырдым. Қай кезде? When she arrived. Ол келген кезде. Ол келген кезде мен осы жұмыс жасап отырған процессте болдым. It wasn't raining, so we didn't need an umbrella. Жаңбыр жаумады. Сондықтан біз қол шатырға мұқтаж болмадық. Біз қол шатырға мұқтаж болмадық, себебі сол уақытта жаңбыр жауып жатырмады. Жаңбыр жауу процесі болып жатырмады. What were you doing at 3 o'clock? Сағат 3-те сен не істедің? Сағат 3 міне, сол 3 уақытында сен қандай процесте болдың? What were you doing? Be, am, is, are дедік қой. Соған past participle қосылатын болса, яғни past participle деген біз алдыңғы сабақтарда өттік. Ол етістіктің 3 түрі бар дедік. Сол 3-ші түрі past participle. Мысалы, cleaned, made, eaten деген сөздер. Осы clean деген етістіктен 3-ші түрі, made деген make деген 3-ші түрі етістігі, eaten деген eat деген етістіктің 3-ші түрі. Осылай be-ге, яғни am, is, are-ға, немесе was, were-ға, cleaned, made деген past participle қосылған кезде бізде passive present simple деген шығады. Яғни бір нәрсе істелді және соның істеушісін айтпаймыз, істеушісін білдіртпейміз. Сондай сөйлемдерде осы ережені қолданатын боламыз. Мысалдарды қарап көрейік. I am never invited to parties. Мені ешкім вечеринкеге шақырмайды. Кім шақыратын мына жерде белгісіз. Жалпы мен шақырылмаймын. Мені шақырмайды. Butter is made from milk. Май сүттен жасалады дейді. Май сүттен жасалады. Кім жасайтын, қандай завод жасайтын мына жерде айтылып тұрған жоқ. Жалпы май жасалады сүттен. These offices aren't clean every day. Бұл офистар күн сайын тазартылмайды. Кім тазартылған білдіртіп тұрған жоқ. Жалпы күн сайын тазартылмайды дейді. Енді was, were мен қарап көрейік. Was, were past participle қосылған.
Passive past simple дейді. The office was cleaned yesterday. Кеше офис тазартылды. Кім тазартылған белгісіз. Жалпы офис тазартылды. The office was cleaned yesterday. These houses were built 100 years ago. Бұл үйлер 100 жыл алдын салынды. Кім салынғаны, құрылысшы салды ма, кім салынғаны белгісіз. Жалпы бұл үйлер салынды деп тұр. Істеуші белгісіз. These houses were built 100 years ago. How was the window broken? Бұл терезе қалай сынды, сындырылды. Яғни кім сынғаны белгісіз мына сөйлемде. How was the window broken? Қалай сындырылды терезе. Where were you born? Сен қайда дүниеге келдің? Where were you born? Енді have, has деген сөздерді қайталап жіберейік. Have, has-тан кейін past participle келсе, жаңағы айтқан етістіктің үшінші түрі келетін болса, clean, close, eaten, been деген сияқты, онда бұл present perfect деген ереже. Present perfect деген, яғни сіз өткен шақта, мейлі 5 минут болсын, бір жұма болсын, бір нәрсе істедіңіз, және сол істеген нәрсенің результаты міне қазір сөйлеп тұрған кездегі уақытыңызда результаты көрініп тұрса, ол осы present perfect болады. Бұл 15-18 сабақтарда, 15-тен бастап 18 сабақта бұл тақырыптар айтылды. Қарап шықсаңыздар болады, егерде ұмытып болсаңыздар. Бірақ қайталап жіберейік. I've cleaned my room. Мен бөлмемді тазаладым. I have cleaned. Яғни қазір, мысалы, қазір сіздің бөлмеңіз таза. Міне результат көрініп тұр. Мысалы, сіз 2 сағат алдын тазаладыңыз ба, әлде қазір тазаладыңыз ба? I have cleaned. Міне I have дедіңіз, сосын past participle етістігін, яғни cleaned дегенді қолданыңыз. I have cleaned my room. Мен бөлмемді тазаладым. Tom has lost his passport. Том ол паспортын жоғалтып алды дейді. Has lost. Мына қазір ол бәлкім іздеу жүр. Результаты қандай? Ода жоқ паспорт. Tom has lost his passport. Kate hasn't been to Canada. Kate ол Канадада болып көрген жоқ жалпы. Қазір результаты не? Ол Канадада болмағаны. Жалпы өмірінде ол Канадада болып көрген жоқ. Kate hasn't been to Canada. Where have Paul and Nicole gone? Paul мен Nicole қайда кетті? Қазір мысалы бір жерде отырыс болып жатыр, Paul мен Nicole жоқ. Сұрап тұр, where have Paul and Nicole gone? Қайда кетті? Результат бұл жерде жоқ. Енді do, does, did деген көмектескіш сөздерді қарап көрейік. Осы нәрсеге инфинитив қосылатын болса, инфинитив деген яғни етістіктің бірінші түрі. Clean, like, eat, go деген. Қалай ол сөздікте терген кезде қалай келеді, сол сөздер. Яғни өзгеріссіз. Clean, like. Бұл do, does, did деген ол егерде бір нәрсені емес деп айтатын болсақ, маған ұнамайды, бармаймын деген. Егерде жоқ нәрсемен айтатын болса, сол кезде do, does қолданамыз. Және егерде сұрақ белгісі болса, осы сөзді қолданамыз. Мысалы қараңыздар. I like coffee, but I don't like tea. Мен кофе жақсы көремін, бірақ шайды жақсы көрмеймін дейді. I don't like. Chris doesn't go out very often. Крис әрдайым шыға бермейді сыртқа. Doesn't, мына жерде Крис, he, she, it-ға does қолданады. Chris doesn't go out very often. What do you usually do at weekends? Сен демалыста әдетте не істейсің? What do you do? What do you usually do at weekends? Does Sylvia live alone? Сильвия жалғыз өмір сүреді ма? Does-бен келіп тұр. Does және сөйлемнің басында келсе, бұл сұрақ белгісі болып есептеледі. Енді did-ті қарайық. Did деген ол өткен шақ. Past, simple, negative and questions. Негатив, яғни жоқты білдіреді. Did өткен шақта немесе сұраққа қолданады. Мысалы, I didn't watch TV yesterday. Кеше мен теледидар қараған жоқпын. I didn't watch. It didn't rain last week. Өткен аптада жаңбыр жауған жоқ. Didn't rain last week. What time did Paul and Nicole go out? Қай уақыттарда Paul мен Nicole сыртқа шығады дейді. Осымен біздің сабағымыз бітті. Егерде ұнаған болса, лайк басып қойыңыздар, комментарияға. Егерде бір нәрселер түсінікті болмаса, жазып сұраңыздар. Және тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Біздер осылай жайлап, иншалла, сабағымызды до конца кітапты бітіруге тырысамыз. Сіздердің қолдауларыңыз бізге маңызды. Сондықтан тағы да қайталап айтайын, тіркеліп қойсаңыздар. Және телеграм каналында менің осы сабақтарға байланысты паттерндар
болады. Егер де паттерндар не нәрсе екенін, онымен қалай жұмыс жасау керек екенін, оның пайдалары не екенін білу үшін астында, осы видеоның астында WhatsApp немесе Telegram телефон номерім бар, каналдың. Соған жазсаңыздар WhatsAppқа, Telegramға, мен сіздерге сілтеме беремін. Сол кезде барлығын түсінетін боласыздар, иншалла.